Армысыздар, құрметті оқырмандар, сіздермен Айғаным Золпиева. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Подписация батырмасын басып, лайк басып, қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпа. Бүгін сіздермен 9 сынып химия 6 параграф ион алмасу реакциялары және сол 25 беттегі есептерді бірге орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: бізде ион алмасу реакциясы деген не? Екінші, алмасу реакциясы қандай жағдайда қайтымды қайтымсыз болады? Мысал келтіріңдер деген екен. Және де 4-ші, 5-ші, 6-ші тапсырмалар бар. Бұл тапсырмалардың көбісі бізде иондық қысқартылған молекулалық теңдеу түрінде көп нәрсені түсіндіретін болады. Енді бірінші сұрақтан бастап айтатын болсам, иондар арасында жүретін реакцияны біз айтады екенбіз. Бізде екінші сұрақта жаңағы қайсысы қайтымсыз, қайсысы қайтымды реакция екен анықтау қажет болады. Қайтымсыз реакцияда егер газ түзілсе, су түзілсе, тұнба түзілетін болса, онда бізде қайтымсыз реакция деп аталады екен. Бұл екінші тапсырма. Үшінші, жаңағы бірнеше А, Б тапсырмалары берілген. Яғни есептер Ада бізде қайтымды болады, Әде бізде толық иондық және қысқартылған иондық теңдеу түрінде жазып алады екенбіз. Барий OH2-ге H бром қосамыз. Нәтижесінде барий бромида және су бөлінеді. Енді иондарға ашып жазамыз. Бұл жерде ешқандай тұнба жоқ. Сондықтан жеке-жеке әрқайсысын катиондармен бірге қосып жазамыз. Соңында H+, OH-, H2O бұл бізде қысқартылған иондық теңдеу болып саналады. Енді Б-ға қарайтын болсақ, алюминий хлор 3-ке 3 натрий OH қосамыз. Алюминий OH 3 тұнбаға түседі және 3 натрий хлор түзіледі. Бұл алдындағы коэффициентті реакцияның соңында қойған дұрыс, сол кезде теңеседі. Енді бұл жерде алюминий OH 3 бізде тұнбаға түсіп тұр. Натрий хлор бізде ериді, ас тұзы болып саналады. Енді осылардың барлығын жеке-жеке иондарға жазып аламыз. Алюминий 3+ қосылған 3 хлор минус плюс 3 натрий плюс OH-, нәтижесінде алюминий OH 3 тұнба болғандықтан оны ионға жазбаймыз бөліп. 3 натрий плюс 3 хлор минус болып саналады. Бұл бізде толық иондық теңдеу болып саналады. Соңғысы, үшіншісі бізде қысқартылған иондық теңдеуде не қалғанын жазамыз. Яғни алюминий 3+ плюс 3 OH қалады. Және реакциядан кейін, яғни өнімде алюминий OH 3 тұнбаға түседі екен. Енді бұл жерде 4-ші есепке тоқталатын болсақ, 4-ші есеп бізде жаңағы реакция теңдеуін құрастыру қажет болады және оны қысқартылған толық иондық теңдеу түрінде жазыңдар деп тұр. Енді тапсырмасына келетін болсақ, азот қышқылына натрий OH қосамыз, яғни HNO3 қосылған натрий OH, нәтижесінде натрий NO3 плюс H2O. H+, бұны толық иондық теңдеуін жазамыз. H+, NO3 минус,
натрий плюс OH минус, натрий плюс NO3 минус H2O. Енді бұл жерде қалғандары бірдейлердің бәрін қысқартып тастаймыз, яғни натрийді, NO3-тардың бәрін қысқартып тастаймыз. Сол кезде қысқартылған ионында соңында H плюс OH минус H2O нәтижесінде шығатын болады. Енді тапсырмасына келетін болсақ, көпірім хлор 2-ге 2 калий OH-ты қосамыз. Нәтижесінде көпірім OH 2 тұнбаға түзіледі, көк тұнбаға, және 2 калий хлор түзіледі. Толық иондық теңдеуін жазамыз. Көпірім 2 плюс хлор минус плюс 2 калий плюс 2 OH минус. Нәтижесінде көпірім OH 2 тұнба, оны ионға ыдыратпаймыз, себебі тұнба, плюс 2 калий плюс 2 хлор минус. Соңында қысқартылған иондық теңдеуде көпірім 2 плюс және 2 OH минус және көпірім OH 2 тұнбада қалады. Енді Б тапсырмасында калий карбонаты, калий 2CO3 қосылған 2H хлор, 2 калий хлор плюс CO2 көмір қышқыл газы бөлінеді және су. Енді толық иондық теңдеуінде 2 калий плюс CO3 2 минус плюс 2H плюс 2 калий хлор минус. Нәтижесінде 2 калий плюс 2 хлор минус плюс CO2 солай қалады газ ретінде плюс H2O. Енді қысқартылған теңдеуінде CO3 2 минус плюс 2H плюс CO2 газ қосылған H2O болады. Яғни түзіледі. Қысқартылған иондық теңдеуде осы заттар қалады деген сөз. Енді 5-ші тапсырмаға келетін болсақ, реакция теңдеуін құрастырып, оны да толық қысқартылған иондық түрінде, яғни 3 реакция теңдеуін жазамыз. А тапсырмасында кальций хлор 2, магний SO4 қосылған. Нәтижесінде кальций сульфаты тұнбаға түсіп кетеді, магний хлор 2 бөлінеді. Яғни нәтижесінде магний хлор 2 түзіледі. Осы екінші реакция бізде бұл толық иондық теңдеу болып саналады. Жаңағы үшіншісі соңында қалғандары бізде кальций 2 плюс, SO4 2 минус және кальций SO4 тұнбада қалады қысқартылған иондық теңдеуде. Енді әде бізде мырыш гидроксидіне күкірт қышқылын қосқанда нәтижесінде мырыш сульфаты және су бөлінеді. Оны да 3 түрлі реакцияда жазып аламыз. Бұны да дәл солай 3 түрлі реакцияда жазамыз. Жоқ, 2 түрлі реакцияда жазамыз. Себебі бұл жерде барлығы жойылып кетеді иондардың. Сондықтан қайтынды реакция деп аталады. 6-шы тапсырмада бізде темір хлор 3-ке натрий OH қосамыз. Темір 3 гидроксиді және натрий хлор түзіледі. Екіншіде 2H хлорға кальций карбонатын қосқанда CO2 газ, кальций хлориді және су бөлінеді. Реакцияны теңестіруді ұмытпаймыз. Үшіншіде аргентум NO3 қосылған H хлор, аргентум хлор ақ тұнбаға түсіп кетеді, қосылған HNO3 азот қышқылы түзіледі. 7-ші тапсырмада бізде тұнба, яғни тұнбада кальций хлор 2 қосылған натрий 2 CO3, натрий карбонаты, кальций CO3 ақ тұнбаға түсіп, натрий хлор бөлінеді. Реакция теңестіреміз. Газда бізде кальций CO3 қосылған 2H хлор, кальций хлор 2 қосылған CO2 көмір қышқыл газы бөлінеді және су. Енді суда бізде натрий OH-ға H хлор қосқан кезде нәтижесінде су және натрий хлор ас тұзы бөлінеді. Енді 8-ші тапсырмада кестені толтырамыз. Кестенің белгіленбей қалып кеткен, яғни пустой бөлігін толтыратын боламыз. Аргентум плюс ақ тұнба болады. SO4 2 минус ақ тұнба, OH минус мыс катион болып тұр 2 плюс. Екіншіде жаңағы катионда кальций 2 плюс ақ тұнба болады. Анионда CO3 2 минус, катионда H плюс болады. Анионда OH минус,
түзілетін затымыз ақ тұнба. Качонда сынаптың плюс болады. Осымен біздің 8 тапсырмамыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, арнамыз дамуын қолдап отырыңыз. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіздер.